Ассаламу алейкум. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бала Ями. Сіздерге бүгін шакшука тағамның рецептісін ұсынамын. Шакшука тағамын видеодағыдай етіп нанды батырып жесеңіздер де болады. Видеода бізде попыға арналған нан. Сіздер қалаған нандарыңызды батырып, рахаттана жесеңіздер болады. Ең алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз. Менің отбасымдағылар шакшука тағамын таңғы асқа өте қатты ұнатып сүйіп жейді. Гыхи майын табамызға салып, ұсақтап туралған пиязымызды қуырамыз. Мен бұл жерде паприка қосылған гыхи майын пайдаландым. Пияз қуырылып жатқан сәтте қызанақтардың ортасынан бір бөліп, үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Сол кезде суы шығып, шакшука тағамы өте дәмді болады. Біз отбасымызбен шакшука тағамын таңғы асқа жегенді ұнатсақ, тіптен кейбір адамдар шакшука тағамын кешкі асқа да пісіріп жейді екен. Пиязымыз әбден қызарып қуырылып болған соң, үстінен тәтті бұрышты ұсақтап турап саламыз. Оларды жақсылап араластырып, үккіштен өткізілген қызанақты құйып, қызанағымызды бір келке етіп орналастырып, жақсылап араластырып алып, үстінен тұз, өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді қосасыз. Мен видеода копченый паприка қостым, және де бұл жерде қара бұрыш қостым. Пиязды қуырар кезде бір тісше сарымсақ қосқан едім. Ол кез видеоға түспей қапты. Сіздер де қоссаңыздар болады. Қанша жұмыртқа қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Қалауларыңызша жұмыртқаны жарып, осылай құйып, видеодағыдай етіп, жай отта пісіріп аламыз. Бұл таңғы аста менің жолдасым, балам сүйіп жейді. Сіздің де отбасыңыз сүйіп жеуі әбден мүмкін. Сондықтан менімен бірге шакшука тағамын дайындаңыз, және де пікіріңізбен бөлісіңіз. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, видео ұнаса, лайк басып кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Nah,